Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге таңғы асқа тойымды әрі қарапайым болып дайындалатын омлеттің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды шағып саламыз. Тұз себеміз, сүт құямыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқалы массамызға илектен өткізілген ұнымызды салып, сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымыз іртіктеліп қалмау қажет. Енді салмасына мен халал колбасаны қолдандым. Осылай ұзыншалап турадым. Қиярымызды да жіңішкелеп ұзыншалап тураймыз. Қызанағымызды да жұқалап ұзыншалап турап жұмыртқалы массамызға саламыз. Барлығын араластырамыз. Бөлек ыдысқа сырымызды үкіштен өткізіп дайындап қоямыз. Табамызға кішкене сұйық май құйып, дайын болған омлетімізді табамызға құямыз. Екі жағын бір келкі пісіріп аламыз. Табаның астындағы от орташа болғаны дұрыс. Енді үккіштен өткізілген сырымызды бір келкі сеуіп, 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Біздің таңғы асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.